Қазіргі уақытта жоғары сот кеңесі біліктілік емтиханның тапсыру тәртібін жетілдіру, атап айтқанда, оның өткізу кезеңін жиілету бойынша жұмыс жүргізіледі. Осы жылдың қаңтар айынан бастап емтиханның алғашқы 3 кезеңі компьютерлік тестілеу, эссе жазу және кейс тапсырмаларын орындау ай сайын өткізіледі. Ал соңғы кезең біліктілік комиссия мүшелерімен әңгімелесу кезеңі апта сайын өткізіледі. Осыған байланысты кандидаттарға орта есеппен 3-4 айдың ішінде емтиханның барлық кезеңдерін оның сапасына нұқсан келтірмей тапсыруға мүмкіндік беріледі. Мәселен, қаңтар айынан бастап біліктілік комиссиясы 27 отырыс өткізді және сұхбаттасудың нәтижесі бойынша 231 кандидаттың ішінде 178 кандидат емтиханды сәтті тапсырды. Осы нәтижелерді 2024 жылдың 8 айымен салыстыратын болсақ, барлығы 10 отырыс өткізіліп, 83 кандидаттың ішінен 36 кандидат емтиханды сәтті тапсырды. Кандидаттар үшін біліктілік талаптары қатайғанымен, үміткерлерге қатысты тексерулер көбейіп, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда сәтті тапсырған үміткерлердің саны 5 есеге жуық өсті. Сондай-ақ, біліктілік емтиханды тапсыру үшін құжаттарды қабылдауы тұрақты негізінде жүргізілетінін еске салғым келеді. Ол үшін белгіленген құжаттарды жоғары сот кеңесінің атына жолдау қажет. Кеңестің ресми интернет ресурсында және әлеуметтік желілерінде біліктілік емтиханын тапсыруға дайындалу үшін барлық қажетті әдістемелік ұсынымдар орналастырылған.